13 басқа осы рахаттың қатысы бар ма? Бар, свободно бар. Қандай негізге сүйеніп сіз осыны айтып тұрсыз? Потому что екеуі бірге жүреді. Жоқ, екеуін ұрлап жатқан жерінен ұстап алдыңыз ба? Ұстаған жоқпын. Полиция ұстап алды ма? Қазір қараңыз, полиция ұстап алды. Анау айтпай тұр ғой. Енді қараңызшы аға, сіз қызықсыз. Мысалы, сіз менің $1000 қазір ұрлап алдыңыз деймін сізге. Енді түсініп тұрсыз, не поймын, не вор дейді. Не поймын, не вор. Сен қара, кім? Руслан. Біз олардың несін баяғыдан естіп жүрік. Одан басқа мен бұл бәлешеткінің жылқыны қарамаймыз ғой біз. Жылқыны қарамаймыз ғой. Жаңағы енді осы 13 бас жетпеді ғой, біреу істі болып сотталды ма? Сотталды. Кім сотталды? Шүтбаев Берік. Ол жылқышы ма ол? Жылқышы, Темірдің жылқышысы. Енді сол кезде неге Рахат сотталмады дейді қатысы болса? Неге Рахат сотталмады сол кезде қатысы болса? Бұл бәлеш жатыр ғой. Ойбай, больницада жатса да, бас аяқта жатса да, істі болса, дәлелденсе ол сотталады. Жоқ, білем ол анау кім Шүтбаев Берік айтпай отыр ғой. Демек, дәлелі жоқ деген сөз. Дәлел жоқ. Солай айтыңыз. Халық түсінбей қалады. Мен саған айтайын да, Русланда. Бүкіл Темірдің халқы. Мен нетпесең, бар сұрақ көрші. Осы міне кеше мен жол үстінде жүрмін ғой. Кеше маған Темірдің жылқышылар, малшылары айтады. Тәке, рахмет, біздің мал ұрлаушы тоқталды дейді. Ата жаңа заңгер айтып отыр ғой бәрін. Нотариусқа апарып, 60 бас жылқы жоғалды. Қайда деп сізден сұрады ма, Тәжіғали? Сұрамады дейсіз ба? Сұрақ бар ма, айтыңыз. Сіз мына жерде 2019 жылдың 5 сәуірінде жаңағы шаруашылық жаңағы жеке кәсіпкер менен ветеринар бар екен сіздерде, иә? Ізбасарова. Иә, соның қатысуыменен жаңағы малдарды санаған кезде 60 бас мал жетпейді деп осы жерге барлығы қол қойған. Осыны қалай айтып түсіндіре аласыз сіз? Ол санақта даладан өздері санап болды. Санағанда бір жерге сеніп бар, 52 санады. Ретуляс жоқ, өтірік бәрі. Ретуляс жоқ, бәрі қол қойдырып алғандық болды. Жақсы қараңызшы, сіздің қатысуынсыз өздері санап 60 мал жоқ деп сізге келді ғой. Жоқ, осы басасын жоқ бұны. Енді қараңызшы, 60 мал жоқ болса, олардың айтуынша, оны кім алуы мүмкін? Ешқандай жоғалған жоқ, бәрі документ қағазбен құтты. Бәрі тұр дейсіз ба қағазбен? Өзім түгіл мал. Ол келесі, бәрін жетпей, жайлап қосып көбейтті оны. Енді сот осыны ізіне түсті ма, жалпы 60 мал бар ма, жоқ па деп? Жоқ, түскен жоқ. Тек мынау құжат бойынша ғана рәсімдеді да, сонымен ұрды, иә?